Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Балалар, бүгінгі сабақтағы мақсаттарыңыз: сіздер тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табу формуласын қолданып, берілген ауданы бойынша жазық фигураларды салуды үйренесіздер. Олай болса, миға шабуыл өткенді қайталайық. Қазір мен сіздерге сұрақтар қоям. Сіздер сол сұрақтың тек қана жауабын дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Ол үшін дәптерлерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 23 қараша сынып жұмысы. Балалар, үй жұмысын орындағаннан кейін 4 тор көз қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәптердің сол жақ шетінен 9 тор көз, жоғарғы жағынан 4 тор көз қалдырып, ай күнді жазамыз. Дәптерге жазу ережесін сақтайық. Дәптердің шетінен жазғаннан кейін есептерде дәптердің шетінен 2 клетка, 2 тор көз қалдырып отырасыздар. Ал бірінші сұрақ: фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу қалай аталады? Тек қана жауабын жазыңыздар. Екінші сұрақ: дөңгелектің шекарасы қалай аталады? Үшінші сұрақ: дөңгелектің центрі ол. Әрі қарай сөйлемді сөзбен аяқтаймыз. Және соңғы сұрақ: барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура қалай аталады? Кәнеки балалар, 4 сұрақтың жауабын тездетіп дәптерге номерлеуі арқылы жауабын сөзбен жаза қойыңыздар. Ал енді бүгінгі сабағымызға көшейік. Балалар, тік төртбұрыш пен шаршының ауданын тапқанда біз формуланы пайдаланамыз. Ал егер суреттегідей бізге шаршы мен тік төртбұрыштың қабырғалары берілмей текше түрінде берілсе, онда біз бірінші фигураға қарайықшы. Бұнда тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың ауданын табу керек. Ол үшін біз қабырғалары, яғни ұзындықтары мен енінде қанша текшеден сыяды екен, қанша текшеден орналасқан санаймыз. Ұзындығы бізде көлденеңінен орналасқан. Көлденеңнен неше текше? Дұрыс, 4 текше. Ал тігінен қанша текшеден? 3 текшеден. Яғни 4 пен 3-ті көбейтеміз, немесе көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, керісінше жазуға да болады. 3 пен 4-тің көбейтіндісі. Ол бізде 12-ге тең екен. Демек, тік төртбұрыштың ауданы 12 текше сантиметр квадрат. Келесі шаршыға қарайық. Шаршыда неше текшеден санайықшы? Қабырғаларында, яғни бірдей текшелер сыяды екен. Ұзындығы да 4 текшеден орналасқан, енінде де 4 текше. Сонда ұзындығы мен ені екеуі де бірдей, екеуі де тең. Демек, олар А қабырғасы. А мен Аның көбейтіндісі, 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16 сантиметр квадрат. Яғни тік төртбұрыш пен шаршының ауданын таптық. Тік төртбұрыштың ауданы 12 сантиметр квадрат, шаршының ауданы 16 сантиметр квадрат екен. Тыңда, Арман мен Әрсен қобдишаны әдемі қағазбен қаптамақшы болды. Балаларға қобдишаның бір жағына қанша қағаз келетінін білуге көмектес. Қобдишаның пішіні қандай? Дұрыс, бұл шаршы пішіндес. Бізге шаршының ауданын табуды білу керек. Тік төртбұрыштың ауданын қалай табады? Есіңе түсірші. Дұрыс, ұзындығын еніне көбейтеді. Шаршының барлық қабырғасы бірдей тікбұрыш екенін білеміз. Сондықтан шаршының бір жағын екінші жағына көбейтеміз. Шаршының ауданы тең А көбейтілген А. Шаршының қабырғасы неше сантиметрді құрайды екен? Дұрыс, 5 сантиметр. Шаршының екінші жағы да 5 сантиметр. Шаршының ауданы тең болады 5 сантиметр
көбейту 5 сантиметр. Ауданы 25 текше сантиметрге тең. Арман мен Әрсенге ауданы 25 текше сантиметр болатын қағаз қажет екен. Мына берілген тік төртбұрыштың ауданын табайық. Көлденеңнен 4 квадрат сияды. Яғни көлденеңнен 4 және осындай 3 қатар. Яғни 4-ті 3-ке көбейтемін. 12 сантиметр квадрат. Яғни мына тік төртбұрыштың ішіне 12 квадрат сияды. Енді тігінен қарастырайық. Осы тік төртбұрышке 3 квадрат сияды. 3 квадраттан 4 қатар квадраттары сиді. Яғни 3-ті 4-ке көбейтемін. 12 сантиметр квадрат. Бұл берілген тік төртбұрыштың енінің ұзындығы 3 сантиметр, ал ұзындығы 4 сантиметрге тең. Біз балалар нені байқадық? Егерде ені мен ұзындығын, немесе ұзындығы мен енін көбейтетін болсақ, осы фигураның ішіне сиятын квадраттар саны шығады. Демек, біз тік төртбұрыштың ауданын табу үшін қайта-қайта ішіне сиятын квадраттар санын санамай-ақ, біз оның ені мен ұзындығын көбейту арқылы таба аламыз. Яғни А көбейтілген Б немесе Б көбейтілген А деп. Мына берілген тік төртбұрыштерге қарайық. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 5 сантиметр, ені 3 сантиметрге тең. Осы фигураның бізге ауданын табу керек. Яғни Б 5 сантиметрге тең, А ені бізде 3 сантиметрге тең. Енді осы тік төртбұрыштың ауданын табайық. Ауданын табу үшін не істейміз? Ені мен ұзындығын көбейтеміз. 15 сантиметр квадрат. Енді екінші тік төртбұрышке қарайық. Бұл жерде бізде ауданы белгілі, ені белгілі, ал ұзындығы белгісіз. Ұзындығын қалай табамыз? Яғни бізге не? Ауданы белгілі, ені белгілі, ал ұзындығы белгісіз. Ұзындығын, яғни белгісіз қабырғасын табу үшін біз не істейміз? Ауданды белгілі қабырғаға бөлеміз. Бізде ені белгілі. Олай болса табайық. 24 бөлінген 4 тең болады 6 сантиметр. Дәптерімізге шаршы мен тік төртбұрыш салып, жоғарғы жағына атауларын жазайық та, бүгінгі сабақтың, жаңа сабақтың қорытындысы ретінде төмендегі фигуралардың формулаларын, ауданын табу формуласын жазып алыңыздар. Шаршының ауданын табу үшін біз Аны квадраттаймыз, яғни екі қабырғасы тең болғандықтан, шаршының бүкіл қабырғалары тең. А мен Аның көбейтіндісі ол Аның квадратына тең. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз А мен Б-ны көбейтеміз, яғни ұзындығы мен енін көбейтеміз. Екі фигураны сызып, аудандарының формуласын жазып алыңыздар. Енді жаңа тақырыбымызға көшейік. Оқулығымыздың 36-шы бетін ашып, номер 5-ші тапсырманы орындайсыздар. Ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдалан. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Яғни дециметрді сантиметрге, керісінше сантиметрді дециметрге немесе метрді дециметрге айналдырып, шамаларды түрлендіріңіздер. Әрі қарай номер 7-ші тапсырманы орындайсыздар. Номер 7-нің асын көрсетейін. Жылыжайда тік төртбұрыш пен шаршы пішінді атыздар жасалды. Жылыжайдағы тік төртбұрыш пішінді атыздың ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Ал шаршы пішінді атыздың ұзындығы 5 метр. Қай атыздың ауданы үлкен және қаншаға үлкен? Ол үшін біз ең алдымен тік төртбұрыш пен шаршының аудандарын тауып алу керекпіз. Тік төртбұрыштың ұзындығы А 6-ға тең 6 метр,
ені Б 4 метрге тең. Ауданын табу керек, ауданы белгісіз. Тіктөртбұрыштың ауданының формуласы А мен Б-ның көбейтіндісі. Демек, А мен Б-ның көбейтіндісі тең болады 6 мен 4-тің көбейтіндісіне. О, бізде 24 метр квадратқа тең екен. Шаршының ауданын табамыз. Шаршының қабырғасы А тең 5 метр, ауданы белгісіз. Ауданының формуласы А квадрат. Формулаға салып, 5 пен 5-ті көбейтеміз. Сонда шаршының ауданының ауданы бізде 25 метр квадратқа тең. Екі фигураның аудандарын салыстырайық. Тіктөртбұрыштың ауданы 24 метр квадрат, шаршының ауданы 25 метр квадрат. Сонда жауабы шаршы пішінді атыс 1 метрге үлкен екен. Келесі қалыптастырушы бағалау тапсырмасын орындайсыздар. Номер 8-ті және өз бөлмеңізді өлшеп, ауданын табуға берілген есеп құрастырасыздар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, маған кері байланыс жазуды ұмытпаңыздар. Сабақта сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp желісі арқылы жекеме шығыңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.